құрметті көрермен, сіздермен бірге шынайы подкаст және де біз бүгінгі бірінші шығарылымызды бастаймыз. Бүгінгі шығарылымда қозғайтын тақырыбымыз қазақ тілінің мәртебесі. Біз көп ұлтты қосқан қазақ елміз, және де біздің елімізде көптеген ұлт пен ұлыс шоғырланған, ал барлығымызға ортақ бұл қазақ тілі. Бүгінгі таңда мен қазақ тілінің деңгейін толықтай қанағаттанарлық деп айта алмаймын. Себебі кеңестік дәуірде орысша білмейтін адам өз нанын тауып жей алмайды деген қағида кеңінен таралған. Сондықтан өкінішке қарай қазақ тілі ана тіліміз болса да, оның қоғамдағы атқаратын рөлі шектеулі. Мен ойымша қазақ тілі қазіргі таңда жақсы деңгейде дамып бара жатыр. Себебі Қазақстанда біздің солтүстік өңірлерде ғана қазақша сөйлемегенмен, бәрі емес, көпке топырақ шашпаймын, былай айтқанда жартысынан көбі қазақша білмейтіндер де бар. Бірақ та басқа өңірлерде, орталық, шығыс, батыс, оңтүстіктерде қазақша жақсы дамыған. Қазақ тіліне қарағанда орыс тілі дамып келе жатыр деп ойлаймын. Себебі ол орысша контенттің болуы. Қазір кішкентай балалардың өзі, мысалы, қарағанда теледидарда орыс тілі басымырақ, мысалы, ютубта да орысша контент қарайды. Қазіргі таңда қазақ тілінің қолданыс аясы өте төмен деуге де болады. Әрине, мемлекет тарапынан көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Қазақша оқығанымен де белгілі дәрежеде өзара жаңа қарым-қатынас тілі ретінде орыс тілін таңдайтындары. Қазіргі таңдағы қазақ тілінің деңгейі, әсіресе осы Қостанай өңірінде, солтүстік өңірінде деп айтатын болсақ, жоғарылап келе жатыр. Осыдан 10 жыл бұрынғы жағдайды алатын болсақ, осыдан 10 жыл бұрын көптеген қазақтар өздерінің тілдерінде сөйлеген жоқ, көптеген студенттеріміз, оқушыларымыз өздерінің тілдерінде сөйлеген жоқ. Осы университетте 10 жылдан артық жұмыс істеп келе жатыр екем. Сол 10 жылдан артық жұмыс уақытында байқағаным, қазіргі көп студенттер қазақ тілін жақсы біледі, жақсы өзін ойын жеткізе алады. Менің ойымша қазіргі таңда қазақ тілінің деңгейі көтеріліп жатыр өткен заманға қарағанда. Дегенмен қазақ тілін дамытып жатырмыз, бірақ мысалы мен өзім мамандығым бойынша айта кететін болсам, мен шетел филологиясында оқимын. Біз қазіргі таңда ағылшын тілін қазақ тілімен емес, көбінесе орыс тіліне қарап бағыттап кетеміз да, көбінесе орыс тілімен үйренген бізге оңайырақ, чем қазақ тілімен үйренгенге қарағанда. Қанша адам сонша пікір. Филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған ғылымдар профессоры міндетін атқарушы Гүлжанат Құрмашқызынан қазақ тілі мәселесі жайлы сұхбат алуды жөн көрдік. Жанат ханым, сізді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгін біз тіл мәселесі жайлы, қазақ тілі мәселесі туралы сөз қозғайтын боламыз. Тіл жанашыры болғаннан сізден сұхбат алуды жөн көрдік. Енді бірінші сұрағымыздан бастасақ, қоғамдағы қазақ тілінің арқалаған жүк ауыр ма, әлде сол қазақ тіліне деген артылған жүк ауыр ма? Кез келген бастаманың әрқайсының басында ана тілі тұрады. Жалпы айтамыз ғой, өз тілің бірлік үшін, өзге тілдер тірлік үшін деп, Ал енді шын мәнінде әрбір адамзат осы өмір сүріп отырған қоғамда өзіне деген ана тілінің қаншалықты қажет екенін, адамның қанша тамыры болса, 62 тамыр, сол 62 тамырының әрқайсысына жүретін қанның жолдары сияқты болу керек та. Әр адам соны түсіне білу керек. Енді тілдің арқалайтын жүгі ауыр дегендігі ол айтуға тұрмайтындай дүние деп айтуымызға болады. Өйткені әлемдік тілдер деңгейінде 3 түрлі критерий арқылы сол тілді мемлекеттік тілдің деңгейіменен санасады. Дүниежүзі тілдерінің арасынан салынып қараған кезде 90-шы жылдарға дейінгі аралықта бізде ана тілі ондай дәрежеде болған жоқ. Мысалы 75% сол тілде сөйлеп, сол тілді ана тілім деп тану керек еді. Және мемлекеттік тіл деңгейінде болу керек еді қазақ тілі. Яғни сол кездерде ондайға жете алмадық. Енді қазіргі күнгі қазақ тілінің көрінісі Аллаға шүкір деп айтуымызға болады. Осыдан мысалы 30 жыл бұрынғы, болмаса біз тәуелсіздік алмай тұрған кездегіге қарағанда әлде қайда жақсы. Аллаға шүкір. Бүкіл мысалы түркітектес тілдердің көпшілігін алып қарайықшы, солармен былайша салыстырмалы түрде алған жағдайда қазақ тілінің жағдайы өте жақсы деп айтуыма болады. Артылған жүктің ауырлығында сөз жоқ. Ал біз осы әрдайым айтамыз, қазақ тілінің мәртебесі биік деп, сол биік мәртебені жас ұрпақ, өскелең ұрпақ қаншалықты жоғарғы деңгейде не төмен деңгейде ұғынып жүр? Ахмет Байтұрсыновтың өзі айтып кеткен жоқ па, келер ұрпақ аршып алар ізімді деп. Енді сонысы менен мысалы өзі сеніп кеткен, Мағжан сеніп кеткен жастар қалай жаман болуға тиісті?
олардан кезінде сол нәрсені дұрыс үйрете алмағанымыз үшін, я болмаса сол кездегі үкімет билігіндегі жастарға беретін мүмкіндіктің болмағаны үшін, әрине үлкендер кінәлі болуы ғажап емес. Ол рас. Енді сол жағдайда қазір айтамыз ғой, біз жағдайдың құлы болдық деп. Мысалы, сол кездерде сондай болды, соған лайықты болды. Ата-анасы мысалы орысша оқытты көпшілігін, солай емес па? Көпшілік айтты, ойбай, орыс тілінде оқы, әйтпесе күн көре алмайсың деп, мысалы ата-аналар солай оқытып мәжбүрледі. Сол ұрпақ қазір өзінің үшінші немересін, шөбересін оқытып жатыр. Енді қазіргі қоғамда, дәл қазіргі уақытта орыс тілді қазақтар және қазақ тілді қазақтар болып екіге бөлініп отыр ғой қазір. Яғни осы мәселені бізге ортақтастыру керек. Осы орайда Гүлжан ханым, сіз өзіңіз тіл жанашыры ретінде осы тілге жаны ашитын адам болу үшін неден бастау керек? Әркім өзінен бастау керек. Ең бастысы жауапкершілікті сезіну керек әр адам. Өзінің отан алдындағы жауапкершілігін сезіну керек. Өзінің отбасы ретіндегі жауапкершілік сезіну керек. Мысалы, сен өзіңнен кейінгі өзіңнің ұрпағыңа қандай әдет, дәстүр, үлгі қалдырдың? Егер олар қазақша білмей жатса, сөйлей алмай жатса, ол сенің кінәң. Басқа кімдікі деп ойлайсың сен? Я қоғам деп айтуға болады, бірақ енді қоғамдағы отырған жақтар бәрі бірдей емес қой. Неге сонау Түркияда жүретін қазақтар барлық жерде түрік тілінде сөйлейді, бірақ үйінде қазақшасын жақсы, өте жақсы біледі? Неге? Олардың қандай артықшылығы бар? Өйткені олар өзінің елін, өзінің қазақ деген атауын жақсы көреді, құрметтейді, сыйлайды, және соған өзі бар тәнімен, жанымен қазақ болып берілген. Сондықтан ол ұмытпайды, және ұмытпауын балаларына қадағалайды, табыстайды, таныстайды. Ол енді оның мақсаты. Сондықтан ол өзінің мақсатын орындадым деп есептейді. Яғни әр адам өзінен бастау керек деп есептейді. Оған бізде үйреніп қалған ғой, үкімет айту керек, үкімет оны заставлять ету керек, бәрі приказ шығару керек, сосын ғана приказбен, жаңа строймен жүрген сияқты жүру керек деген нәрсе болмау керек. Әр адамның өзінің жауапкершілігі болу керек. Отан алдындағы, өзінің отбасының алдындағы, өзінің әулетінің алдындағы әрі-бері деген соң, өзінің ұрпақтарының алдындағы. Жанат Құрмашқызы, филология, тіл саласының кәсіби маманы болғандықтан, сіз жастарға айтар кеңесіңіз болса? Қазақша сөйлесін кез келген жерде, кез келген уақытта, дүкенге кірсе де, я болмаса кез келген өзі қазақ тілінің адамы болса, бір-бірімен қазақша сөйлесіп, сондай жағдайда мысалы айтқан сөзіне жауабын қазақша беруге тырысу керек. Енді бір түйін сұрақ болсын. Ана тілін білмеген ұлттың жететін өресі қандай болмақ болашақта? Енді ана тілінің қадіріне жетпейтін ұлт болмау керек. Енді ана тілі ол жоғалды деген сөз, өзі жоғалған, тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалды деген сөз ғой. Енді ол бұрыннан да бар дүние. Енді ондай күнге жеткізбесін деймін, лайым. Ондай елдерде бар ғой, Африка мемлекетіндегі көптеген елдер, басқыншылық жасаған елдер өзінің жасанды тілдерінің қатарына көшіп кеткен ғой көпшілігі. Оларды жасанды тілдер деп атайды, өйткені өз тілдерін ұмытып, басқыншы болған ел оған өзінің тілін үйретіп тастайды да, олар өз тілдерінен айырылып қалады. Яғни сондай мүмкіндікке жетуге жетпесек болғаны, басқасының барлығы бізде бар. Біз енді біздің мемлекетіміз туралы олай деп айтуға менің ешқандай дәлелім жоқ. Мен болашағына сенем. Өзімізден бастап, өзіміз қазақша сөйлесек, сонда ғана біз жетістікке жетеміз. Гүлжан ханым, сізге көп рахмет. Өзіміздің сұрақтарымызға татымды тұшымды жауап алдық. Құрметті көрермендер, осымен біздің подкастымыз соңына жетті. Қазақ тілін дамытайық, қазақтың өрбітейік, бірге трендке айналдырайық. Келесі жүздескенше.